Талғарда асқан қатыгездікпен өлтірілген Шерзат Болаттың ісіне қатысты тың деректер жарияланды. 16 жастағы жігіттің қазасына қатысты полиция қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша іс қозғады. Бұл туралы ішкі істер министрінің депутаттық сауалға берген жауабында айтылған. Оған сенсек, сақшылар адам өлтіру, бұзақылық, қорқыту, қылмысты жасырып қалу және қылмыс туралы хабарламау бойынша тергеп жатыр. Оның барысын министрдің өзі жеке бақылауына алғанын мәлімдеді. Қазір сот санкциясымен қасақана кісі өлтірді деген күдікпен 8 адам және қылмыс туралы хабарламау бойынша 3 адам қамауға алынған. Естеріңізге салайық, 4 қазан күні Талғар қаласында төбелес болып 16 жастағы Шерзат Болат кісі қолынан қаза тапты. Көп ұзамай марқұмның отбасы тұратын үй өртеніп кетті. Құқық қорғау органдары бөтеннің мүлкін қасақана өртеу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.